көркем сурет галереясына да келдім. Бүгін 13 қаңтар 2026 жыл. Мына суретшілердің көрмесі. Мынандай өте үлкен көлемдегі жұмыс. Көрейік, автор кім екен? Авторы Назарқұл дейді. Елім менің дейді. Келесі жұмыс. Авторы кім екен көрейік? Керуен дейді. Авторы Қырықбаев Б дейді. Авторы Қырықбаев Б, асауды құрықтау дейді. Қанат дейді авторы. Бұнда авторы Қанат екен. Табиғаттың суреті екен, авторын көрейік. Гумаров Қ дейді. Жайлауда. Авторы Құлдыбаев Мирлан дейді. Весенний двор дейді. Авторы Қанат екен. Мұратаев дейді. Батыр. Автор жазылмапты. Мына жаққа менің жұмыстарымды білді. Өте қуаныштымын. Қыздарға рахмет. Мына менің бисерден, ұсақ бисерден кестелеген кестем, домбыра. Мынау ананың бейнесі бейнеленген, витраж әдісі бойынша салынған майлы бояу. Мынау бисер мен пайеткадан, жемшік моншақтардан тоқылған облыс әкімшілігінің ғимараты. Мынау қобыз, майлы бояу. Ал мынау пайетка моншағымен тоқылған кесте. Тотықс емес, павлин. Осындай кестеленген кесте. Келесі залдағы жұмыс. Мына өте керемет картина. Авторын көрейік. Авторы Азиз дейді. Келесі жұмыс. Көрейік. Майлы бояу. Гумаров К дейді. Келесі жұмыс. Осындай жұмыс, әдемі картина. Авторын көрейік. Байжанов М дейді. Триптих батырлар дейді. Келесі жұмысты көрейік. Авторы Байжанов қой деймін. Келесі жұмыс. Байжанов М дейді, батыр дейді. Келесі жұмысымыз. Бұл керемет картина. Авторы Түзеңді бүк. Жұрттық дейді. Абай дейді. Келесі жұмыс. Қанат дейді. Мұратаев. Келесі жұмысты көрейік. Осындай керемет жұмыстар. Авторы Азизов дейді. Тамирис. Мынау жұмыстар рахаттікі деп ойлаймын. Рахаттың жұмысы аты жазылмапты.
келесі жұмыс осылай. Мына жерге жазылды. Раха деген ба. Мына осындай декоративный әдемі жұмыс. Келесі жұмысымыз осындай үлкен көлемдегі жұмыс. Авторы жазылмапты. Майлы бояу. Қасында осындай жұмыстар. Көкпар дейді, авторы Теміров ба. Келесі жұмыс үлкен мазоктармен жазылған екен. Авторы Аманқосов, Қазым, көне тараз дейді. Келесі жұмыс мынада осындай жұмыс керемет. Авторы Азиз дейді. Келесі жұмысымыз мына осындай жұмыс. Майлы бояу. Азиз дейді. Келесі жұмыс натюрморт. Майлы бояу, үлкен мазоктар. Авторы жазылмапты. Келесі жұмыс осындай керемет жұмыс. Батыр майлы бояу дейді. Сапаралиева Рахат авторы. Келесі жұмыс осындай натюрморт. Майлы бояу. Авторы жазылмапты. Келесі жұмыс гүлдер. Құмырадағы майлы бояу. Авторы жазылмаған. Келесі жұмыс осындай жұмыс. Майлы бояу. Авторы осылай жазылған екен. Келесі жұмыс осындай керемет жұмыс. Майлы бояу. Авторы Рахымжанов дейді. Композиция дейді. Кенеп майлы бояу. Келесі жұмыс осындай өте үлкен көлемдегі жұмыс. Авторын көрейік. Мына келесі жұмыс Сапаралиева Рахат дейді. Тараз, Шахристан дейді. Керемет. Келесі жұмыс жылқылар дейді. Сапаралиева Рахат. Келесі жұмыс Тараз қақпа дейді. Келесі жұмыс ежелгі Тараз дейді. Осы 4 суретінде авторы Сапаралиева Рахат. Келесі жұмыс мына менің де түкті кілем картиналарым да осы жерге қойылыпты. Түкті кілемдерім әдемі жарасып тұр. Мына портрет. Бұларда түкті кілем болып тоқылғанмен бәрі картина ғой, түкті кілем картиналар. Осындай жұмыстар. Қыздарға рахмет. Өте қуаныштымын. Менің де суреттерім, жұмыстарым суретшілермен бірге қойылғанына қуаныштан төбем көкке сәл ғана жетпей тұр. Керемет. Енді осыдан келесі жолға өтіп кетейік. Келесі жолда осындай жұмыстар екен. Авторы Аманқосов дейді. Қазым, көне тараз дейді. Керемет жұмыс. Осындай жұмыс. Денисов дейді. Түйе дейді. Осындай керемет жұмыстар. Келесі жұмысымыз
Майлы бояу. Нарымбетов дейді. Баба ата дейді. Келесі жұмыс осындай жұмыстар. Бұл мына Шумейлема Г деген суретшінің жұмысы екен. Айша Бибі және бұл да Айша Бибі. Керемет жұмыстар. Келесі жұмысымыз осындай бір керемет жұмыс. Барсы дейді, Денисов дейді. Келесі жұмысымыз майлы бояу. Азизов со дейді, Барстар дейді. Келесі жұмыс осындай майлы бояу, керемет жұмыс. Мына жерде мынандай қолтаңбасы тұр екен. Келесі жұмыс осындай жұмыс. Авторын көрейік. Құсайынов Болат дейді, Баба ата дейді. Келесі жұмыс осындай картина. Керемет. Авторы Азиз. Келесі жұмысымыз авторы Азизов дейді. Көне Тараз дейді. Осындай жұмыстар. Бұның да авторы Азиз. Келесі жұмыс осындай картина. Авторы Бейсекулов Қ дейді. Реставрация дейді. Келесі жұмыс осындай жұмыс. Авторы жазылмапты. Келесі жұмыс авторы нерді қазымын деп тұр. Келесі жұмыс Астана дейді. Авторы Молдабеков Ж дейді. Келесі жұмыс авторы Қазым. Солнечный день Востока дейді. Келесі жұмыс ауылдағы сәт. Авторы Теміров Б дейді. Келесі жұмыс авторы Теміров Б Тараз дейді. Келесі жұмыс Дәмдес сауда үйі дейді. Авторы жазылмапты. Келесі жұмыс осындай табиғат көрінісі. Авторы А. Мельникова дейді. Талас дейді. Келесі жұмыс осындай үлкен көлемдегі жұмыс. М. Экзеков дейді. Батыр дейді. Мына осылай көркем сурет галереясындағы жұмыстарды көріп шықтым. Керемет.